Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бет, қолтық, шынтақ сияқты қарайған жерлер мен қарадақтарды кетіретін кореялық үй кремін жасауды көрсетемін. Бұл табиғи ингредиенттер теріні ағартып, тегістеп жұмсартады. Ең бірінші бізге 3 ас қасық күріш керек. Күрішті жуып, тазалап, үстіне 200 мг су құйып, 48 сағатқа жібітіп қоямыз. Күріш теріні ағартып, реңін тегістейді, табиғи ағартқыш әсер береді. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті табиғи рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Достар, қай қаладан көріп отырсыздар, жаза кетсеңіздер. Бұл кремнің пайдасы қарадақтар мен қарайған теріні ағартуға көмектеседі. Тері реңін тегістеп жарқыратады. Әжім мен құрғақтықтың алдын алады. Теріге нәзіктік, жұмсақтық және жылтыр береді. Екі күннен кейін жібітілген күрішті блендермен езіп аламыз. Видео рецепті жаңадан көріп отырсаңыз, каналға жазылыңыз. Пікір жазып, лайк басыңыз. Және де видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз. Жаңадан шыққан рецептерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Дайын болған күріш суын електен өткіземіз. Күріш қара дақтарды ағартуға көмектеседі, теріні ылғалдандырады, теріні сергітіп, балғын етеді, бет терісіндегі тесіктерді тазартып, безеудің алдын алады, теріні жасартып, әжімдерді кетіреді. Енді маска негізіне қосуға 1 ас қасық жүгері крахмалы керек. Содан кейін 1 ас қасық ұн сүті керек. Екеуін қосып араластырамыз. Үстіне дайындалған күріш тұнбасын қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Жүгері крахмалы бет терісіндегі майлылықты азайтып, теріні тегіс әрі балғын етеді. Ал сүт болса, теріні жұмсартады, ылғалдандырады және бет терісін жарқыратады. Дайын болған маска негізін баяу отқа қойып, үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Дайын болған маска кремді оттан алып, бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Бұл кремді 1 ай бойы тұрақты қолдансаңыз, алғашқы нәтиже байқалады. Тері ағарып, қара дақтар азаяды. 2-3 ай үзбей қолданғанда тері реңі тегістеліп, қара дақтар мен қарайған жерлер едәуір кетеді. Крем масканың әсерін күшейту үшін 1 шай қасық бадам майын қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Бадам майы теріні терең қоректендіріп, құрғақтық пен әжімнің алдын алады. Дайын болған кремді аптасына 2-3 рет қолдану жеткілікті. Күн сайын қолданудың қажеті жоқ, себебі теріге де демалу керек. Крем масканы қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға, декольте терісіне және шынтаққа, қолтыққа жағып 15-20 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған крем масканы жылы сумен жуасыз. Крем масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады.
Қажет болса, жаңа кремді қайта жасап алған дұрыс. Видео рецепті көргеніңізге рахмет. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.